Senin kompüter oynaytın dosың. Асылеп лақтыра бермеңдерші. Бля, қайқа апаратсың, қойсай бомбаны. Атсайын. Бля, родной қап екенсің ғой. Сенен көр бот жақсы ойнайды ғой. Не қарап тұрсың? Бля, жігіттер аяқтарыңа киіп отырыңдаршы, сасытпай. Aç терезені, брат. Бля, родной, ультаң бермейсің бе ертерек, өлтіріп тастады ғой. Ойнамай-ақ қойыңдаршы, өйтіп отыр. Бауырым уақыт сенде. Братка, осыдан бітіре салайын, я? Брат, черный ходтан келатыр, черный ходтан. Бля, родной, қарамай ойнасаңдаршы. Баклашка бар ма, родной? Нараны. Чорт ұтылып қалдың ғой. Паразу атсасын ба, конкретно мышыңа кіріс, бассейнге тұншықтырып өлтіремін. Кіріс паразу атсын. Углда снайпер отыр, абайланды, родной. Бассейн алдында пышақтасай, конкретно автомат алып, не алып кету жоғынан еркекші атсай, я? Да, жабылмасаңдаршы, как паразу. Сенің районыңдағы братаның. Бақан анекдот айырды бар. Қандай анекдот братан? Мен не екі ортада анекдот таситын мен, бақан өзіне сұрап алыңдар ма? Сенікі ма гитара? Иә. Берші, әке. Тартып аласың ба братан? Тартып аласың ба? Тартып ала аламын ғой, жоқ гитара. Кімдер аналар? Біздің балаларға жинап отыр. Тыныш жүріңдер. Жассыңдар ғой, бір бизнеспен айналысып, движениемен қазір істеп қаңдар біраздар сен. Өзің не істеп жатсың братан? Жатсыз ғой біз. Салтанат деген қыз найда тұра ма? Иә, братан, ана інісі кетіп бара тұрған. Қайным бергелі. 8 бала болып кафешке барып мороженое жеп атамыз. Қызық болып тұр ма не? Күлкілі ма не? Алло, Гала, что там кешкісін? Сарының үй жағына өтеміз ба? Көздер айт, жалғастырып тамадық па? Кешке отырысып барады да, костюм шолар келіп отыр. Бір телосложный балдар жоқ па менкін дейді? Телосложение дейді, братан. Білмеймін сонда әйтеуір. Костюм шолар болса болды болып тұр ғой, короче. Сендер ма Макстың магазин алдында ішіп тұрған? Жоқ ғой, братан. Мә, машинадан түсуге еріндім айтпаса ше. Кеше бір қызбен жүрдің, ал бүгін тағы жаңа. Сөздерің өзгермеген, өзгерген қыздар ғана. Бір күні бір қызыңа салып ұялып тұрма. Қойсайшы ондайыңда, мақұрыс жаман бала. Қыздарды алдайсың, жіберіп өтірікті. Бір қызыңа сатып алып бердің, дейтін көпірікті. Жеп жүрсің көгерікті, қолында шүберекті. Не ап тұр? Кім байлатын аны? Тек қана бір қызбен жүр, жігіт болып жүрген соң, көшеден көріп қалып, анау емес па деп күлмесін ол. Өмірді сүрген соң, махаббат түрмесі, сол түрмеге қыздар сені отырғыз тастап жүрмесін. Танысып әр қызбен жүруші едің, қойсай десе дос балдар күлуші едің, менің де қызыммен жүріп алдың. Болды, родной, қой жылама. Бірді жүріп алдың. Аға, бетіме кірсе, бетіме кіріп кет. Не істедің, не білдірдің? Айтын, ұрсасың ғой ұрақ. Оспай, не білдірдің, терезе сындырдың ба? Жоқ, Машинаң емблема сұрладың ба? онда емес. Ажар бар ғой. Не қылдың? Бірақ сен оған жасың жетпейді. Айт, не қылдың? Айттым. Ажар бар ғой, соның бүгін кездестім да. Бетінен сүйіп алдым. Сорлап. Хоқ махаббат. Бергелі. Бергел. Жан, ағасына ақсаған. Молодец, ағасына ақсаған. Жеттім да, сіздің қалтаңыздан 5 мың теңге әкелді. Ешак. Айуан. Кете, романтик болып барып, 99 не алып берген жоқсың қоразы кемпір. Топас десейші. Не топас? Өзіңде қызбен кездесетін кезде 5 мың теңге пападан 10 мың теңге 20 миллион теңге сұрап алдың, қатын ғой алған жоқсың ба? Сенің ұйқыбас досың. Шаршап көп, көтің таппай ұйықтағансың ғой. Будильник вообще істемегесін, тұрсам 88 пропущен неге тұр ғой. Таңертеңге ұйықтап, кешке бірақ тұрам ғой, ойлашы. Балдар 3 сағат далада тұрған ғой, звонокты басқан, ашпаған ғой, терезені ұрған, сындыр, жетте мамаш қоятады ғой, ше. Тұрса, ұйқы безің далбасалап кеткен шығар дейді ғой. Аузыңдан без газ суағып ұйықтап атсың. Автобусқа мінем да жұмысқа барады. Ұйықтап қалған ғой автобуста, конечныйден бірақ түскесің ғой. Водительге қоятады, тұрса, братишка, қойшы деп қоясың. 2 сутки ұйықтамаған ғой, родной ше. Үйге келем да, сразу шалбарым шешіп атып ұйықтап қалған ғой, жартылай ше. Алло, таксиде. Я бара жатырмын. Я вызываю полицию. Расскажи, актер нафигом. Тут надо скоро. Қайсы?